could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді келіп жеткен 2023 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Жаңа жыл жарылқап, ескі жыл есіркесін. Жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін. Бүгінгі мен блогымда сіздерге Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің топ 5 ерекшелігін атап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны аяғына дейін қараңыздар, ұнаса лүпіл басыңыздар. 5-ші ерекшелігі. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қалашығы жайында. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қалашығы қала ішіндегі қала. Яғни, бұндай қалашық университеттік ең үлкен корпус Қазақстан бойынша тек қана осы біздің университетте ғана бар. Және бұл қалашықтың ішінде оқу корпустардан бөлек, яғни жатақханалардан бөлек, интернет орталығы, спорт кешендері, сонымен қатар тамақтану орындары жетерлік. Сонымен қатар жақында ғана бізде студенттік магнум ашылды. Мынау енді папалық қойды. Сонымен қатар университеттің қалашығында Қазақстан бойынша жоғары оқу орындарының ең үлкен кітапханасы, университет кітапхана орналасқан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық кітапханасы. Және бұл кітапханада көптеген кітаптар бар, және ауқымы жағынан, көлемі жағынан ең үлкен кітапхана болып саналады. Топ 4-ші ерекшелік. Университетімізге түскен түлектер, яғни талапкерлер үздік студенттік өмірді көре алады. Ол яғни ұйымдардан бөлек, іс-шаралардан бөлек, мәселен осы қалашығымызда Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы бар. Және бұл жерде күнде жиын, күнде концерт деп айтсақ та болады. Яғни, мысалға бізде жақында ғана Алматы кубок КВН ойындары өткен болатын. Сонымен қатар бізде Ана тілі аруы, Жігіт сұлтаны сынды қалалық деңгейде өткізілетін байқаулар. Сонымен қатар осы университетіміздің түлегі Досекеш Тұрар сынды осы жастарға танымал әншілердің шығармашылық кештері өтеді. Бұларға қатысып, көрермен бола аласыз. Немесе осындай КВН сынды жарыстарға, байқауларға қатысып бағыңызды сынай аласыз. Шыны керек, өте қызықты өтеді. Топ 3-ші ерекшелік. Бұл біздің университет ғылыми бағытта оқытатын болғандықтан, бұл жердегі оқытушылардың көп жылдық тәжірибесі бар, және ғылыми атағы, көбіне профессорлар сабақ береді, ғылым кандидаттары сіздерге оқытушы болады. Осы бағытта сіздер, яғни болашақ талапкерлер, жаңағы сапалы білім алып шығатынына ешқандай күмән келтірмесе де болады. Еліміздегі басқа жоғары оқу орындарынан айырмашылығы да осы, яғни ғылыми бағытта терең оқытылған білім беріледі. Және топ 2-ші ерекшелік. Халқымызға белгілі ақын жазушылар, танымал тележурналистер, қоғам қайраткерлері, тіпті әзілкештердің көбі осы қара шаңырақтың түлектері, осы қара шаңырақтан білім алып шыққан түлектер, танымал түлектер, олар өте көп. Және соңғы жаңалықтардан бөлсе кетейік, осы халқымызға белгілі жазушы, осы университеттің түлегі, драматург, қазіргі таңда драмалары Еуропаның бірнеше қалаларында қойылып жүрген Дулат Исабековке университетіміз құрметті профессор атағын берген болатын. Соңғы ерекшелік және басты жыл жаңалығы деп айтсақ та болады. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің әлемдік QS рейтингі бойынша Қазақстандағы ғана емес, орталық Азиядағы жетекші нөмірі 1-ші университетке айналуы. Яғни университетіміз жылдан жылға өзінің көрсеткіштерін жоғарылатып келеді. Осымен достар, менің блогым тәмам болды. Ұнаса, яғни пайдалы ақпарат болса, қызықты болса, коммент қалдырып, лүпіл баса кетіңіздер. Және мен сіздердің осы қолдауларыңыздың арқасында тағы да келесі блогтарды түсіріп қалуым мүмкін. Күтіңіздер, тіркеле кетіңіздер.